Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай ободок тігуді үйрететін боламын. Алдымен маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен матовый велюр, яғни турецкий матовый велюр матасын таңдап алдым. Матамды енін 20 см етіп, ұзындығын 29 см етіп кесіп алдым. Енді осы матаны ұзындығы бойына бір-біріне беттестіріп, теріс бетінен тігіп шығам. Менің алған өлшемім ол нақты осы өлшемде тігу деген емес, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Егер де сіз жалпақ болғанын қаласаңыз, бұдан да 25-26 см қылып алуға болады, немесе жіңішке қылып алғыңыз келсе, одан да төмен сантиметр өлшеп алуыңызға болады. Яғни 15 см, 17 см дегендей. Ал енді ұзындығына келетін болсақ, ұзындығы ол өзіңіздің бас өлшеміңізден 5 см асыра есептеп кесіп аласыз. Яғни сіздің басыңыздың өлшемі 55 см болатын болса, сіз 60 см өлшеп сызып аласыз. Енді осы ұзына бойына теріс бетіне тігіп шықтық. Енді осының сыртына қарай айналдырып аламыз. Бірінші толықтай айналдырып аламыз. Бұл өте баста ыңғайлы тұрады. Және де сонымен қатар көзге шаштың түспеуіне де жақсы. Сонымен қатар құлаққа жылы. Менің таңдап алған матам матовый велюр. Бірақ сіздер кез келген матадан таңдасаңыздар болады. Әрине кішкене созылмалы мата алған дұрыс. Толық айналдырып шығамыз. Айналдырып алып шықтық. Енді қараңыздар, мынау оң сыртқа қарайтын беті. Енді тігісі жақ бетін сыртқа жібере отырып бүктейміз. Мынау біздің оң беті осы болады. Енді мына жағын алып, екінші жақпен беттестіреміз. Толық беттестірмейміз. Көрдіңіздер ғой? Мына жақтың жаны мен мына жақтың жанын тігісі өзімізге қарап тұру керек. Осылай 1 см тігіп шығамыз шетінен енді. Өте оңай, сіздің көп уақытыңызды қажет етпейді. Небәрі 5 минут уақытыңыз осы ободокты тігуге кетеді. Баста өте ыңғайлы тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай жаңа әрі жылы, әрі шашыңызға, көзіңізге шаштың түсуінен сақтайды. Міне осымен біздің ободогымыз тігіліп болды. Мінекей тігісі ішіне қаратта, мінекей көрдіңіздер ғой, жаңағы сыртында тұрған тігісін айналдырғанда ішіне, мінекей алдынан бірақ тігіс кетті, ал айналдырғанда мүлде тігісі көрінбейді. Не артынан көрінбейді, не алдынан көрінбейді. Өте баста ыңғайлы тұрады. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.